Әл-Қахһар. Өктем, шексіз қаһар иесі. Алла Тағаланың көркем есімінен. Толық мағынасы қаһарлы, өктем, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды, өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды. Зікір етудің пайдасы: залымдардың және дін дұшпандарының қаһарынан құтылу. Дүние сәнін жақсы көретін пенде Алланың бұл есімін қайдалап, оған мойынсұнып жүрсе, Алла Тағала ол адамның иманын күшейтеді. Я Қаһар, 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 я Қаһар. Өктем, шексіз қаһар иесі. Алла Тағаланың бұл көркем есімін дұғаңызға жиі қосып зікір етіп жүріңіз. Алла Тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Я Қаһар, 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 я Қаһар.